Қайырлы күн достар, химия 9 сынып адам ағзасындағы химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші нұсқасы каналда тұр, жоғарыда сілтемесі көрсетіліп жатыр, немесе комментарий бөлімінде бекітілген сілтеме арқылы өтсеңіз болады. Оқу мақсаттары көрсетілген, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: адам ағзасының құрамына кіретін 3 элементті атап маңызын көрсетіңіз дейді. Оған енді бірінші магнийді жатқызатын болсақ, жүйке жүйесіне импульстарды өткізуге, қан айналымына қатысады. Ол мыс элементі қанға оттектің өтуін қамтамасыз етеді, және иод элементі қалқанша без гормоны құрамында болып метаболизмге қатысады, адамның ақыл ой қабілетін белсендіреді. Екінші тапсырма: элементтердің адам ағзасында маңызын көрсетіңіз дейді. Бірінші берілген кальций элементі ол организмде сүйектің берігі мен қаттылығын сақтайды. Ал темір элементі жасушаларды оттекпен қамтамасыз етіп отырады. Келесі тапсырма: Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауыр металдар мен ауаның судың топырақтың ластануы Қазақстанның ірі өндіріс орталықтарында да экологиялық өзекті мәселе болып табылады. Мысалы, Семей қаласының өндірістік орындарына жақын маңда топырақ құрамында мырыш мөлшері 7,4 есеге артық екен. А тапсырмасы: ауыр металдардың адам мен жануарлар ағзасына түсуінің екі жолын сипаттаңыз дейді. Ол бірінші жолы, мысалы, ауа құрамында болып, ауыр металдар тыныс алу жолдары арқылы біздің ағзамызға енуі мүмкін. Екінші жолы топырақ немесе су құрамында болып, ол өсімдіктерге өтіп, оны жеген жануарлар немесе сол өсімдіктекті қоректенген адамдар тұтынған кезде асқазан ішек жолдары арқылы организмге өтіп жинақталуы мүмкін. Осы ауыр металдардың ағзаға үш әсерін түсіндіріңіз дейді. Ауыр металдар уақыт өткен сайын организмге жинақталып тұрады. Олар биологиялық ыдырауға ұшырамайды және әртүрлі дертке шалдықтырады. Түрлі физиологиялық ауытқулар болып, аллергия болып, обыр дертіне, тіпті уланудың ауыр түрі, гендердің мутациясына дейін алып келуі мүмкін. Мінекей осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша 13 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге бір жұбыда сәттілік тілеймін.